Қайырлы таң көрермен, мен бүгін тұрғылықты мекен-жайға тіркелу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына келдім. Сәлеметсіз бе? Мен тұрғылықты мекен-жайға тіркелу үшін. Жеке полиз болады ма? Менің алдымда қателеспесем 3 адам бар. Ішім пысқаны соншалық, мынадай құшақта жасап үлгердім. Ұзақ күттім ғой. Сәлеметсіз бе? Біз тұрғылықты мекен-жайға тіркелу үшін. Үйдің есімі не? Осы кісі. Жеке куәліктеріңіз болады ма? Мүмкін үйде отырып-ақ онлайн тіркеуден өту керек пе еді? Мына жерге отыратын адам және үйдің иесі қояды. Үйдің иесі астына сіз мына жерге қолыңыз қоясыз. Үйдің иесі қояды. Енді тұрақты тіркеуіңіз базадан өтті. Мұнда отырып тіркелуге кеткен уақыт 20 минут. Бұл қызметті ЕГОВ электронды үкімет порталы арқылы іске асырып көрейік. ЕГОВ электронды үкімет порталын бүгінгі күні 12 миллионнан астам азамат пайдаланады. Мұнда мемлекеттік қызметтердің 92% қамтылған. Бар жоғы 5 минуттың ішінде тұрғылықты мекен жайға тіркелуге болады. Бар болғаны үй иесінің рұқсаты ғана қажет. Платформаларға, оның ішінде банктік қосымшаларға қазіргі таңда біздің ЕГОВ KZ порталында көрсететін қызметтердің 24 түрі шығарылған болатын. Өткен жылғы көрсеткішке қарасақ, 2021 жылғы көрсеткіште осы сыртқы платформаларда қолданылған қызметтердің саны ол 400 мыңнан асады. Оның ішінде атап өтетін қызметтер түрі ол жеке кәсіпой ашу бойынша, нақтырақ айтатын болсақ, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу, автокөлік сату деген сияқты, бала тууына байланысты жәрдемақыны алу, тағы да басқа мемлекеттік көрсетілетін қызметтер. Электронды порталдың тұрғындар игілігі үшін іске асыруға ниетті жоспарлары бар.